жарайды, қазір интернетке келгелі қайырлы кеш оқырмандарым деп амандасатын болдық. Бұл Сәлем шоудың 4-ші шығарылымы. Ендеше шоулатайық. Жанар апай, мен недавно бір қызбен танысып едім, былай соны бір көрсетіп алу керек еді сізге, нормально емес па? Қане? Нема, бұл қыз маған подписывать етілген ба? Жазылған екен. Жаман қыз емес. Жібереді әңгімен, қалай сонда ол? Сізді оққаның бәрі жақсы болды ма сонда? Әй, Дәулет, қарағым. Қазіргі заманда подпискасына қарап қызал дейді. Онда заманауи мақалдардың бәрін бүйтіп айтайық, онда ақылы көпті дау алмайды, подписчигі көпті жау алмайды. Хайып үшін отқа түс кимейсің дейді. Онда айтайық, көз қорқақ қол батыр деп. Сен оны неге өзгертпедің? Енді қазір үйде жатып алып, аузына келген айтып, комментарий жазатын батырлар көп емес па? Соларға арналған ғой. Жарайды, айтпақшы, Инстаграмда не жаңалық болып жатыр, айтшы. Ой, қызық. Мен сізге ең қызық дегендердің біразын оқып берейін, Оқы. Кеттік. UFC-дің бұрынғы чемпионы Конор Макгрегорға сіз Қазақстанға келесіз ба деген сұраққа шақырсаңдар келер едім деп жауап берді. Менің ойымша, Конор Макгрегор Қазақстанға келсе, оны ешкім Конор Макгрегор ау демейді. Қазақ жігіттерінен арасында жүрсе білінбей қалуы мүмкін. Өйткені Қазақстанда ішіп алып төбелес шығаратындар надан. Сондықтан біз Конор Макгрегор Қазақстанға шақырамыз, бірақ попроще жүрші деп айтамыз. Және Нұр-Сұлтан қаласында қоғамдық көліктерде жолақыны бетпен төлеу қызметін енгізбек. Яғни фейспен төлейсіз. Енді бетсіздер қоғамдық көлікке мінамайды. Беті қалыңдар дейсің ғой? Беті қалыңдар, төлемей түсіп кетуі де мүмкін. Сондықтан Астанаға барғанда бетімізді бүйтіп барамыз. Петропавл қаласында әйелі баласына иттің баласы деп айтқан үшін күйеуі оны сотқа берді. Сөйтіп, онымен қоса моральдық өтемақы ретінде 1 миллион қаржы талап еткен. Қалың малын қайтарып алған. Иттің баласы. В общем, берген қалың малды қайтарып алған әдемі мүмкіндігін айта кету керек, және бірақ мен айтар едім, басқа әйеліне заявление жазу деген ит. Ал тағы қызық жаңалықтардың бірі, ол жаңалықты көпшілігі білет, бірақ оның аржағында керемет жаңалық жатыр, соны айтам. Ресейде өткен Голос Дети бағдарламасының жеңімпазы Ержан Максим Польшада өтетін Евровидениеге, балалар арасында Евровидениеге қатысатын білеміз ғой? Сол тура Ержан Максим бүгін бізде қонақта. Осындай жаңалық. Ханымдар мен мырзалар, Сәлем шоудың 4-ші шығарылымның қонағы Ержан Максим. Ержан душта ән айтқанда көршілері батарейден ұрмай шапалақ ұрады. Даусының қаттылығы соншалықты әйнек емес пластиковый стакандарды сындыруға болады. Қош келдің, Ержан. Қош көрдік. Кез келген баланың бала кезінде ата-әжесі бір міндетті түрде лақабатпен еркелетіп айтады. Біз бірінші рет білейікші, Ержан Максимді ата-әжесі қалай айтады, еркелетіп? Мені ата-әже көбінесе балам деп айтады. Не дейді? Балапаным деп айтады ма? Балапаным деп айтады. Қайсысын айт? Балам деген айтады. Балам деп айтады. Достарың досым деп еркелетеді. Еркелетпейді олар. Тамаша. Аман бол, балам. Қош келдің, балам. Онда мен де балам деп айтайын. Ержан, балам, сен енді бүкіл қазақ елінің атынан қатысқалы жатырсың. Енді оған дайындық мықты керек. Өзің дайындығың қалай? Дайындығым әзірше жақсы. Клипті түсіріп бітірдік. YouTube каналына шықты. Евровидение байқауын күтіп жүрік. Евровидениеге аты айтып тұрғандай Европа мемлекеттерінің дарынды балалары қатысады, әнші жігіттер, қыздар. Орал қаласында туылғаныңа сен өте бақыттысың, білесің ба? Біздің Орал қаласы, біздің Орал қаламыз Европаға толықтай кіреді территориясына, сондықтан Ержан Оралдан, сондықтан Евровидениеге қатысып отыр. Мен сияқты Шардарада туылғаныңда сен Көкпарға қатысатын бен кім біледі? Бала көкпарға, сол себепті де мен
нағыз жол болғыш және бақытты боласың деп айтқым келеді. Рахмет. Ержан балам, сені көп жерде сұхбаттарға Еркелете бермеңізші қайта балам деп. Қызғанып отыраған. Мен Дәулетжан дейтін едім, қазір сені көргеннен кейін кәдімгідей қызғанып отыр. Ержан, сен көп жерде сұхбатқа барып жүрсің, иә? Бірақ кейбір жерде өзіңде біліп отыратын шығарсың, саған не туралы сұрайтын? Өзің айтшы, жалпы өзіңе қандай сұрақтар ұнайды? Бала туралы. Бала кездегі туралы. Бала кездегі туралы. Бала кездегі туралы сөйлесеміз бұнда? Сөйлесек. Бала кездегі туралы деп Ержаннан естіген өте қызық. Кішкентай кезіндегі суретін тауып алдық. Кішкентай, тіпті білесің ба, УЗИ арқылы түсірілген сурет. Сол үшін мамаңнан кешірім сұраймын. Іште жатып ән айтқан бала. Қараңызшы экранға. Таныдың ба, Ержан? Бізге шапалақтайықшы, кішкентай кезінде. Оны мүмкін ата-анаңнан сұрау керек шығар деп ойлаймын, бірақ сенен де сұрайын. Неге Москваны таңдадың? Неге Алматы, неге Нұр-Сұлтан қаласы емес? Өйткені мен құттай кезімнен бері Егор Құттай мырзаны тыңдағам. Оның әндерін тыңдадым. Оның мектебі бар екенін білдім. Жайде менің сол мектепке қайтсам екен оқу үшін менің арманым болды. Мен сол арманыма жеттім. Жайде Москва қаласында тұрып жатырмын. Демек, біз алдағы уақытта жолымыз түсіп, жұмыспен Москваға барып отсақ, саған звондай беруге болады, иә? Иә. Ержан, қалайсың? Мен вокзалда тұр едім, кеш. Москвада 5 жылдай оқисың, иә? Иә. Қазақ тілін ұмытып қалмайсың ба? Жоқ. Нет, десе. Менің естуім бойынша сен атаң мен әжеңді қатты жақсы көресің, атаң мен әжең баласың. Иә. Енді шыныңды айтшы, қазір бала ретінде алыстан сағынып келген кезде мама папаң қасына жатасың ба, әлде атаң мен әжең қасына жатасың ба? Біз Оралға баратын болсақ, или біз ата әженің үйінде қонатын болсақ, онда мен ата әженің ортасына жатам. Ата мен әженің қасына жатқан ата мен әженің тәрбиесін көрген бала жаман болмайды. Мен тіпті білесіз бе, айтуға да ұят, мен 7-8 классқа дейін мама папам қасында жаттым. Потому что үй тар болды. Мен 18-ге келгенше әжем қасында жаттым. Ресейде өткен жобаның өзінде сенен көп эмоция байқамадық, нағыз қазақ жігіт ретінде деп түсінді. Менде онда болған жоқ. Білмеймін. Өйткені алдағы уақытта одан да үлкен байқауларға қатысатыныңа сенімсің. Иә. Тамаша, сәттілік. Çok güzel. Енді бір қызық сұрақ қойым келіп отыр, Ержан. Сенің бір сұхбатыңда менің ғашығым бар, ачыкым бар деп айтқан екенсің. Оны естіп алып, мен бір ұялайын, өйткені менде жоқ. Сол жағы қалай отыр өзіңде? Ол сенің жұмысың әсер етпей ма? Гастрольден гастроль, ана қала, мына қала, ол саған неге біздің арамызда километрлер жатыр, неге уақыт бізді бөлді деген. Неге сен ана Алсудың қызына лайк басасың, маған неге баспайсың деген сияқты? Мен оны өтірік әзілде айтқам. Негізі менің қызым жоқ. Негізі кішкентай балаларда махаббат бола ма? Білмеймін. Менде мысалы... Жоқ, бірінші балалар қыздарға ғашық болады. Мектепте қыздар ұяң болады ғой. Мен мысалы хат жазады, бір хат жазып көрдің ба жақсы көретін қызыңа? Енді ол кезде хат жазатынбыз кез, сендер телефонменен WhatsApp-на жазатын шығарсыңдар? Жоқ. Классында бір қыз жоқ па ұнайтын? Басында болған сосын. Міне жаман екен біліп қойдың дейсің ғой. Жоқ. Ержанға оңай ғой, подъездің алдына барады да. Комте, квартира. Кетей, сен әлі кішкентай баласың, Ондай сәттер болған жоқ па бір? Жоқ. Ержан, мына әнін айтып берші. Жоқ. Бірақ сенің есесіне керемет талғамың бар деп ойлаймын. Дәл қазір біз отырма ойын ойнайық. Сенің сүйікті әншілерің топтамасынан, қазақстандық эстрада жұлдыздардан жігіттерді, қыздарды жинадық. Сен бүгін бізде Әділқазы, жюри деп айтуға болады, таңдау жасайсың. Таңдау, ары қарай жартылай финал, жартылай финалдан ары қарай финалда жеңімпаз болады. Кім таңдайсың? Қайрат Нұртас, Төреғали, Төрәлі.
Қайрат ағаны. Қайрат ағаны Нұртас. Шығып кетсін ба ағайын? Негізі Төреғали аға да таңдауға болатын. Былай алып қояйық. Мен ұстап отырайын. Ары қарай финалға жолдама алғандардың бірі Қайрат Нұртас жартылай финалға. Ары қарай жалғастырамыз. Нұржан досым, саған да таңдау келеді қазір. Нұржан Керменбаев, яғни қара бала, Капкарашка, әлде Ерке Есмахан. Ерке Есмахан. Есіңде ме сол бір күндер? Ал кел маған бер. Әттең, ай, сен өтпей қалдың, ай. Келесі бізде Серік Ибрагимов және Айқын Төлепберген. Ержан Максимнің өзіндік таңдауы бар. Айқын аға. Айқын ағасын маған бер. Мейлі, таңдамасын мені Ержандар. Мейлі, көше берсін Москваға. Ой. Мен екеуінде таңдайтын едім. Жанар апа екеуінде таңдамайтын еді. Өйткені бұл Жанар Дугалова және Кәмшат Жолдыбаева. Ал сен өзіңнің таңдауыңды жасауда қиналдың. Сұлулық әлде ащы дауыс қайсысын таңдайсың? Ержан, сен қатты қиналма. Өзіңде сайысқа қатысқан кезде білесің ғой. Екеуі де керемет, бірақ біреуін таңдайды. Жанар апай. Жанар апайды. Жанар Дугалова. Сонымен Дәулет бірінші тур бітті ма? Столдың астына бара бер. Бұлмен біткен жоқ. Екінші турды бастаймыз. Ары қарай турды бастаймыз. Сіз маған көмектесіңіз. Сізде де менкіндей ек болып. Кеттік. Қайрат ағамен Ерке Есмахан. Қайсың? Алматының түндерін ай, Алматыда жоқ. Астанада жоқ. Жоқ. Сені істер. Енді қыздың жолы жіңішке болғаннан кейін ерке. Ал ендеше. Қайрат. Саған суреттің өзі айтып тұрған, Ержан. Қараш Дәулет әдемі келтірді. Екеуінде ренжіске жоқ, бірақ қыздың жолы жіңішке деген мен Ерке апайымды таңдайын деді. Дұрыс. Керемет. Содан тағы да қиын таңдау. Айқын Төлепберген, Пах және Жанар Дугалова. Жанар апай. Ал қыздар мықты болыңдар. Сонымен Ержан Әділ қазы мүшесі өте қатал. Ер азамат ретінде екі бірдей қыздың финалға шыққан қалады. Бірін ай, бірін күн енді. Сіз біреуін, мен біреуін. Сонымен таңдау жасайтын сәт, құрметті көрермендер. Біздің Ержан Максимнің таңдауында Жанар Дугалова және Ерке Есмахан. Екеуі де кезінде Shine Production'ның Ержан кәдімгідей қиналып отыр. Ертең маған ұрсатын шығар апайларым. Әлде бір айналып келесің бе көше? Оңай емес. Асықпа. Су ішіп аласың. Бірің шекер, бірің бал деп тұрсың ғой, иә? Біреуін таңдаса біреу ренжиді. Ерке Есмахан апаға кешірім сұраймын, мен Жанар апаны таңдаймын. Ерке жаным, кешір, мен туамын. Сені мықтап кешірім сұрады. Бірақ сен мықты қазақтың қыздарының бірісің. Былай түсуің керек еді суретке. Жанар Дугалова, сіз Ержан Максимнің фаворитсіз. Және сыйлық ретінде саған осы суретті сыйлайын. Менде бар Жанар апаны сурет. Жанар апай, біздің еңбекқор, тыным таппайтын, жаңалық іздеп жүретін, үш адамның басы қосылып, түтін шығып, бір бауырсақ пісіріп атқан жерге дейін мейрам... Түтін шықса қалмайтын қызымыз десейші. Мейрам іздеп жүретін Ақбөпе Әбдіраш не істеп жатыр, дәл қазір көрейік. Сәлем, бүгін күлетін күн, яғни КВН-ның туған күні. Соған орай соңғы 10 жылдықтың ең үздік командалары бүгін бас қосатын болады. И согрета лучами звезды,
по имени Солнце. Сәлем бердік. Қалайсыз, Асқар? Сәлем. Жақсы. Иә, Рахмет. айтсайын мен Рахмет. бірнәрсе жалғастырып кетсек. Жалғастырып. Сұрақ бірнәрсе. КВН-де ойнағаныңыз үшін қанша төлейді сізге? Ой, настолько много в КВН платят денег, настолько много нам заплатили, что я до сих пор безработный, потому что, ну зачем мне работать, денег много. 30 тысяч тенге, 30 тысяч, а мынау қандай? 1000 рублей, Ол мынау ұнап тұр маған. 100 баксов. Все, рахмет. За мое интервью еще деньги берут. Шалом алейкум. Атың кім? Дима, Қай жақтан боласың? я из Санкт-Петербурга. Россия! Я вообще из команды «Доброжелательный роман», Санкт-Петербург, высшая лига. Сені осы Қазақстанда не таңғалдырады? Знаете, самое, наверное, необычное, что я здесь заметил, это то, что я почему-то понимаю казахский язык. Мүмкін қазақ шығарсың? Жақсы. Сен айтшы, рубашка күшті саған бар, осы сыптай болып тұр ғой, айтшы. Енді әдем адам болған соң өзі рубашкада әдем тұрады дейсің. Арты бар ма рубашкаңның? Арты жоқ. Алдына ғана жетті, артын тік қойдың дейді. Уағалейкум, хеллоу, қалайсыз, амансыз ба? Ресейде Пушкин бар, Қазақстанда мен бар. Ой, дөйт, не деген мынау қазақтың прямо қара домалақ баласы екенсің. Әрине, алыстан алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе сақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Нет, я не понимаю, почему все думают, что обязательно в Астану вбухивают все деньги? А куда? Как куда? В областной центр! Впервые в жизни текст песни соответствует городу! Қобалжу болды, тер атқылап кетті маңдайымнан. Әсеріңіз қалай? Қобалжып. Ну, если вы отдадите мои $100, будет нормально, еще лучше. Шапаныңыз құтты болсын. Рахмет. Нешінші шапаның? Бұл бірінші шапаным. Маған деген Асқар Ұзабаев деген шапан жауып жатыр ғой. Осымен КВН-ге арналған туған күн аяқталды. Бұлбұлақ командасына табыс тілейміз. Жанар апай, Дәулет, сөз сіздерде. Сенен де кішкентай кезімізде Жанар апамызды, мысалы апайды мен теледидардан көретін. Ал қазіргі таңда актриса, тележүргізуші, бағдарламалар жүргізеді. Сол сияқты алдағы уақытта киноға түсу, бағдарлама жүргізу. Өнердің де ішінен басқа саланы таңдап кетем-ау деген ой жоқ па? Киноға түскің келе ма? Өзімнің киномды түсіргім келеді. Өзімнің басымнан өткен қиындықтарды. Қиындық көрмеші сен бала. Сында кино түсіргім келеді, бірақ киноға басқа да киноларға түскім келеді. Жанар апайдың түсіп жүрген Тақиялы періште деген киноға түскім келеді. Мен шақырам сені өзің. Келесің бе? Келем, әрине. Міндетті түрде шақырам. Мен Жанар апайдың бүкіл сериясын қарадым. Барлықтарыңызға айтым келетіні, бәріңіз де қараңыздар. Ал ендеше. Ержан, саған ең жақсы, ең әдемі ойындардың ең тәттісін, ең кереметін дайындап қойдық. Соның бірі дәл қазір мына менің қолымда планшет бар. Сол жерде сенің даусыңның диапазонының көрсеткіші тұрады. Ол экранда да тұр. Қазір қосып берем. Бірінші планшетті ал. Ережесі бар. Ержан, құр ай деп отыра бермеу керек. Ән айту керек, бір әнді айту керек. Жарайды, Дайынбыз ба? сонымен бастайық. Кеттік. Кеттік. Сенде 3 мүмкіндік бар. Иә. Күйді өлмару!
Бірінші дайындық, әлі сенде 2 мүмкіндік бар. Үшінші мүмкіндіктің керегі жоқ болды. Саған сыйлық судан ішіп отыр. Ойнап айтам, әлі сыйлықтар бар алда. Біз сенің Барселона футбол клубының жанкүйері екеніңді білеміз. Ал жеке адамға келсек, сен Рональдоны қатты жақсы көретінді тағы білеміз. Сол екеуін біріктіріп, біз саған керемет сыйлық жасадық. Екеуің көңілін қалдырмайық дедік, е? Екеуің де көңілін қалдырмайық деп, мынадай сыйлық жасадық. Рахмет, көп. Ұнады ма? Ұнады. Бұны көрсе, Ержаннан бұрын Месси қуанады. Енді менде сіздерге құрық қол келген жоқпын. Жаным. Бұл менің суретім. Бұны маған өзімнің концертімде сыйлаған. Бұны салған сыртта отыратын адамдар болады ғой, салатын. Маған концертіне берді, соны сіздерге тартқым келеді. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, қараша айында Польшада өтетін Евровидениеге қатысайын деп отырған біздің Ержан баламызға кім керемет тілегін жазып қолдау көрсететін болса, Ержанның өз қолымен берген осы сыйлықты біз сіздерге тарту етеміз. Мен күтемін. Ал бүгінгі осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Ержантай, уақыт тауып келгеніне рахмет. Алдағы уақытта өтетін Евровидениеге шын жүрегіммен, Сәлем шоудың атынан, отбасымыздың атынан сәттілік тілейміз. Баяғы Әміре Қашаубаев сияқты, аталарың, бабаларың сияқты қазақ жігітінің, қазақ баласының әлемдік аренада қалай ән шырқайтынын көрсетеді деген сенімдеміз. Сәттілік. Бүгін бізде қонақта болған Ержан Максим.